негізі мынандай бір стена бір аппараттың ақшасын ақтап шығады ғой бір күнде. И бұл аппарат демалған жоқ та, азаннан бастады. Бір сутка ұрды, вообще 7000 квадрат ұрды да бұл аппарат. Қосы сол кезде сәніне кетіп қалды да, сол кезде кішкене. Негізі шлангысын 50-60 метрге дейін ұзартып алуға болады ғой. Болады, бірақ бізге 15 метрдің өзі жетіп отыр қазір. Мына высотасының өзі 15 метр, біз қолдан тұрып потолокты краски береміз да. Сол кезде басталды да, бір аппарат 10 адамның орнына ауысады да, былай қарап отырсаңшы. Аппараттар қалай келіп жатқан кезде, например, үш аппарат кірді, біз 30 адамды сокращение жасадық, 30 адамның жұмысын бір аппарат 10 адам жұмыс жасайды да бір күнде. Қайырлы күн достар, біз өзіміздің келесі видеомызды түсіру үшін Олимпийский деревня деп аталатын құрылыс нысанына келіп отырмыз. Бүгін біз сіздерге видеода біздің тұтынушымыздың сіздерге пайдалы кеңестері туралы айтылады. Күніге қанша объект, қанша квадрат покраска жасауға болады, и аппарат өзін қанша уақытта ақтап шығады, сол туралы білетін боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Кеттік. Ассалаумалейкум Біржан аға, қалыңыз қалай? Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр ма? Жақсы жүріп жатыр жұмыс деген. Біз сол өзіміздің YouTube арнамызды жүргізіп жатыр едік бастап. Соған бізден бұрыннан сатып алып істеп жатқан өзіміздің клиенттерімізден сұхбат алып жүредік. Қалай қолданып жатсыздар бізден алған аппараттарды, сол туралы. Бізде қандай аппарат алдыңыз, қалай қолданып жатсыз, солар туралы айта кетсеңіз. Сендерден шкурочный аппарат алдық, и покрасочный аппарат, например, шкурочный аппарат, бір аппараттың өзі күніне 500 квадрат жабады бізде минимально. Мына жерде 20 000 квадратты біз 5 аппаратпен примерно 1,7 ұрып шықты да полный. 20 000 квадрат. Покрасочный квадрат одан да тез жүреді негізі. Негізі минустары, плюстары дегенде, бірақ плюсы көп та бұл аппаратта минустан көрі. Жарайды, оның артықшылық кемшілік туралы қазір айта жатармыз. Осындай үлкен объектілерді, осындай квадратураны валикпен краскілеп шығу бола ма негізі? Қанша уақыт кететін еді? Валикпен біріншіден краскингенге қазір мынау уақыт деген ол где-то бір, мен білмеймін, бір айдай шығар. Сосын мынандай высоталарды біз валикпен краски алмаймыз. Мына жерде валикпен краски көрген жерлері бар негізі, бірақ сызықтар қалып қалып жатыр да, полосалар төбеде бұны. Сол үшін біз аппаратпен шашқан кезде одна тонна полностью жауып шығады. Мұны валикпен көргенбіз уже, валикпен көріп, біз іздерін көріпсің, іздері қалып қалған іздері бар, сол үшін біз валиктен полностью алып тастадық. Валикпен жұмыс еткізіп жатқан жоқ. Енді валиктің бір жақсы жері ол қолжетімдігі, кез келген уақытта, кез келген базар, магазин сатып аласыз, сосын бағасы да арзан. Ал аппарат өнімділігі жақсы болғанмен бұзылып, жұмыс барысында қанышпейді ма? Жоқ, ондай болмайды. Енді ол енді тоқтамай істесін, любой зат сынады ғой, машина болғаннан любой аппарат сынады. Өзің уақыт дегенде любой схальнигі де кетеді, несі оны ауыстырып істеп отырсақ, валиктен көрі негізі мен өзіміз енді аппаратқа үйреніп қалғанбыз. Валикпен де істескенбіз уже, кезінде уже аппарат жоқ кезінде. Валиктен көрі біз мынандай объем болғаннан бізге аппарат тұрса, жұмысы да жақсы жүреді, и стенаны формасына жақсы шығарады. Ешқандай полоса не қалдырмайды. Енді сіздерде егер де аппарат бұзылып қойған жағдайда жұмыстарыңыз покраска тоқтап тұра ма, әлде валикпен жалғастыра бересіздер ме? Жоқ, бұзылған уақытта біз сразу автомат фирмаларыңызға хабарласамыз. Өздеріңіз ауыстырып, сальниктен бәрін ауыстырып береді. Біз сол үшін заранее бір үш аппарат алып қоймыз, ауысып кезек істеп отырды, чтобы жұмыс тоқтатпау үшін. Сіздерде қателеспесем, Oxy 2D6 деген біздің аппарат, е? Сіз 3 алдыңыз ғой дейміз, не? 4 алдыңыз ба? Оның аппарат қалай өзінің бағасын қанша уақытта ақтап шығады? Негізі, мынандай бір стена бір аппараттың ақшасын ақтап шығады бір күнде. Жақсы объем болса. Үйді де валикпен краскілейтін заман өткен сияқты, заман талабы сола сияқты. Тіпті кейбір қаланың шетінде салынатын госпрограмманың арзан үйлерінің өзі қолжетімді баспана. Солардың өзінде тапсырыс берушілер қазір валикпен краскілеткізбейтін болған. Біздің покрасочный аппараттармен краскілеу керек дейді. Омен эконом расход жағын білмеймін, негізі бірдей кетеді дейді расход. Расход жағын айта кетсеңіз сіз? Расход жағы негізі біз валиктен көрі аппараттан кіші эконом болып отыр қазір. Біз өткен Казгасадада краскіледік, өйткені бір коридорға шелек кетсе валикпен, біз аппаратпен 2 шелек расход шығаратынбыз. Оны, например, 2 слой жағылатын жері бар, 3 слой шашатын жері бар. Соғанда тоже қарайсың да. Если стенаның бәрі идеальный болып жақсы болып тұрса, ол
екі слоймен спокойно жауып экономия жасауға болады аппаратпен. Сосын валикпен 2 слой жағасыздар ғой негізі, иә? 2 слой. Бұнымен де 2 слой жағады екен, кейбір кісілер су қосып істейді эмульсияға, кейбір тұтынушыларымыз су қоспай краскілеп жүр екен. Сосын саплонның түрлері туралы, су қосу қоспау туралы, қанша қосу керек, сол туралы айтып кетсеңіз, бір ретте шығарып кетуге бола ма? Бір рет аппаратпен былай ғой, бірінші слойда біз каждый эмульсияның өзіне 10% су қосады. Мысалы 25 литр эмульсия болса, 2-2,5 литр су қосылады да. Ол бірінші слойға ғана қосады су. Екінші слойға сусыз таза өзінің арасында эмульсияны ше. Чтобы стена полностью өзінің формасын шығару үшін, ағарып шығу үшін ше. Бізде в основном солай краскаймыз да. Біріншісіне слойға обязательно 10% су қосады, екінші слойға уже таза өзі кетеді да, эмульсияны өзі. Сосын сіздің жігіттеріңіз қалай бұл аппаратқа үйренгенде? Сатып алған кезде бірден краскілеп кете алды ма, жоқ үйренуге біраз уақыт кетті ма? Жоқ, уақыт көп кеткен жоқ, ол үйренетін түгі жоқ оны. Келдік, көрсеттік, аштық, қалай қосылады, қалай обраткасын жібереді, қалай өшір керек, қалай тазалау керек, қалай шашу керек. Соның бәрін көрсеттік, где-то бір жарты күн өткен шығар. Ары қарай өздері алып кетті жұмыстың бәрін. Я мен есімде сізге өзіміз апарып беріп едік қой, өзім апарып берген мен сізге. 6-шы этаждан Казгасанның общежитиясының жатақханасын краскілеген кезде. Сіздер сол кезде бірінші шкурка аппарат алдыңыздар ғой деймін, бізден. Шкурка аппарат бүріштігін алған, бұл кісілер сенбей, сеніңкіремей, күмәнмен бола ма, болмай ма деп. Біреуін алғаннан кейін қазір қанша аппарат сіздер? 8 шкурочный аппарат болды. 8-сіне жетті бұл кісілер. Сосын кейін покраскадан біреуін көрейік деді. Өйткені шкурка аппаратпен жылдам шкуркілеп жүрміз. Енді біз краскіге үлгермей жүрміз деді валикпен. Сөйтіп краска аппараттан біреуін алған, ертесі біреуін, одан кейін күні бір күн 3 күн қатарынан 3 аппарат алды деймін бұл кісілер. Сөйтіп сол кездегі рекордыңыз туралы айта кетсеңіз, анау сальник кетіп қалған жағдайда. Негізі сальник біз 3000 квадратты кетеді деп айтқанбыз. Бұл кісілер сатып аласап, сальнигін құртып тастап, біз сол кезде таңғалдық, қалай ол бір күн ішінде сальник кетіп қалады деп. Ондай да жағдай болған. Ол кезде енді біз бір күнде дневной смена и ночной смена деп сетті бізде балалар. И бұл аппарат демалған жоқ та, азаннан бастады. Бір сутка ұртып, вообще 7000 квадрат ұрды да бұл аппарат. Сол кезде сальник кетіп қалды, сол кезде кішкене бұзылып. Енді былай қарап отырсаң, бізде бұл бір аппараттың өзі кем дегенде, даже объектіге баста бір асықпай жұмыс істеген өзіне де 1000 квадрат ойланбай краска кетті, бір аппараттың өзі. 2 слоймен. Онда бір аппарат жарты күнде ақтап шығады екен ғой? 3 аппараттың бағасын бір суткада шығарып алған бұл кісілер. Сіздер енді лифкас шашатын аппаратты қашан алайын деп жүрсіздер? Лифкас шашатын аппарат енді ойымызда енді басқа объекті, мына екінші пятно бар да, бізде мына жерде көрініп тұр ғой. Сол пятноны алсақ, бізде ішінде полностью уже лифкас кетеді. Мына жердің бәрі ол кезде лифкас жоқ аппаратпен істеген ғой. Уақыты созылып істеген. Почти 2-3 ай лифкас алған. Негізі аппарат келсе, біз ананы ойда тез бітіреміз ба деп ше, лифкас шашады. Оны апрельде, где-то апрельдің аяғында ана келесі нені бастасақ, пятноны, сол кезде бастаймыз, аламыз да. Сосын сіздер 2 пистолетпен краскілеп көрмедіңіздер, бір аппаратқа? 2 пистолетпен краскілеген жоқпыз. Басында біз көрдік, бізге өйткені неудобно болды да, 2 пистолетпен тез кетіп қалды эмульсия ше. Ол біреудің өзімен тез кеткенде ана екеуімен уже неғылмады да. Сонымен бір аппаратқа бір пистолет қосып отырмыз. Сіздерге онда үлкен емкость керек болады ғой. Красканы құйып қояды, не араластырып. Сонда бір нәрсе не болу керек. Енді ары бері тез қозғалады ғой. Краскаға жүргеннен кейін жүріп отырасың да постоянно. Яғни үлкен емкостьті артынан қозғап отырғанға адам керек қой. Сол үшін сразу бір шелекпен бір аппарат бір адам тұрады бізде. Негізі шлангысын 50-60 метрге дейін ұзартып алуға болады ғой. Болады, бірақ бізге 15 метрдің өзі жетіп отыр қазір. Мына высотасының өзі 15 метр, біз полдан тұрып потолокты краски береміз да. Жақсы екен, объектілеріңіз мықты. Енді қазір қойылмаған сұрақтарды қоямыз. Одан бұрын объектін бір көзбен аралап көріп қайтсақ, қалай істеп жатырсың балалар, қалай жұмыс істеп жатыр екен? Краска туралы енді айтсам болады, только қандай марка красканы шашады, например, да, вот. Бағана айтып отырмыз ғой, валик деп ше. Валикпен основной делюкс қана қойылады да. Краска делюкс бар ғой.
и тикурила болады. Тикуриланы основной біз аппаратпен шашсаң, ол біріншіден тикуриланы бүткіл мындай қалың шашып кеткен жерлерін, жұқа шашып кеткен жерлерін күн түскен кезде сразу көрсетеді ол. Сол үшін біз основной Алинекс, Алина, ақ краскалардың бәрі сол чисто сол аппаратпен. И квартираларда чисто делюкс тикуриларды өздерінің байлықтарың бар ғой. Сол байлықпен ғана тартады да, сол кезде әдемі шығады. Делюкс сол кәдімгі эмалевый краска сияқты ғой, негізі сол тепкен кезде полностью кожа сияқты қосылған. Компрессор мен краскілеу туралы айта кетсеңіз тағы да кішкене. Компрессор мен краскілеген қалай ол? Аппаратпен салыстырмалы түрде. Бұл компрессор негізі бұл краскаға арналмағанда бұл основной бұл машинеге воздушный компрессор болғаннан кейін мұның основной мынандай жұмыстар ғой, компрессормен істесіп жатыр мұны. Перлит сымақты материалдар болады. Ішінде тастары, құмдары бар. Сол шуба сияқты шығарған ғана қолданамыз. Бұл енді бұл ана аппаратқа екеуі аспан мен жер сияқты да негізі. Оның қайта-қайтаны көріп отырсыз ғой, шелекпен көтеріп жатыр, қайта-қайта оны шелегіне қояды, оны шашады, бітеді. Енді біз 2,6 октифрон айтсақ, ол прямой өз высасывать етеді, тоқтамайды ол жұмысы. Чисто эмульсияға арналғанда. Бұның енді өзінің плюсы бар шығар енді бұл ловушканың. Оксидың енді өзінің плюсы бар енді. Негізі аппарат өзі сонша өнімділігіне байламасы өзі кішкентай ғана ғой, алып жүруге де ыңғайлы, салмағы да. Бір мәшиненің артына біз енді 3 аппарат саламыз, красочный бар. Үлкен де емес, кішкентай де емес, нормальный стандартный да. Алып жүруге де ыңғайлы, көтеріп апарып қоя саласың бұл жерге. Красочный бастай беретін жұмыс етеді. Сосын көпшілігі сұрайды, тазалау қалай болады, жұмыс біткеннен кейін қалай тазалау керек, бітел қалмай ма, шлангын ішіне қатып қалмай ма деп. Сіздерде ондай жағдай болды ма? Тазалауға қанша уақыт кетеді? Тазалағанда тазалайтын аса несі жоқ, мына бір шелек біз основной мынандай бір қою нелермен істескен кезде мына жидкий қою краскалар неғылған кезде біз жылы су қоямыз да основной тазалағанда. Бір шелек жылы су қоямыз, полностью обратно тазалауымыз, шлангысын полностью шашып, пока өзінің су таза шыққанша. Су полностью таза шыққанда уже аппарат уже считает таза деп. Уақытын айтқанда 10 минутқа да жетпейді ғой, 7-8 минуттың жұмысы ғой. Негізі кеңесім мынандай үлкен объектілер болса, объемдар болса, осындай зданияларға негізі соларға дұрыс та. Мысалы, мына кішкентай квартиралармен заниматься жүрген адамдар ғой, квартира сайтып подключить. Вот соларға негізі бір квартираға 2 шкурочный аппарат, даже 1 шкурочный аппаратпен, 1 красочный аппарат болады да. Өйткені бізде мынандай үлкен объем болғаннан кейін объектіде. Өйткені бізге 1 шкурочный аппаратпен бітіре алмайсыз. Сол үшін біз көптен аламыз да, чтобы тез жұмысымызды бітірсін, тезірек өткізіп кету үшін. И покрасочный тоже самое, да? 4-5 қосып, покрасканы тезірек бітіріп шығып кетпізік. Любой неде де строительдер болғанын бәрі біледі ғой. Бәр жерде өзінің задачасы болады, уақыты болады. Сол уақытында сен бітіріп беру керексің. Сол үшін бізге де выгодно да, тез аппараттың бәрін қолданып, тезірек бітіріп шығып кетуімізге. Сіз енді айтыңызшы, сізді осындай аппараттарды сатып алуға не итермеледі, қандай жағдай? Адам жетіспеді ма, жоқ үлгермедіңіз ба, жоқ жұмыс сапасы керек болды ма? Не үшін осындай аппараттарға өтіп кеттіңіз? Ол үшін бұл мынандай бір жағдай болған, негізі біз Аль-Фараби Мендикулова жақта мектеп салынды да. Сол мектепке 30 адам алып келді шкуркаға. 30 адам келіп қолмен шкурт етіп аттық да. Бірақ уже 1 сентябрьде уже оқушылар көру керек. Біз уже бір жеті уақыт қалды. Бізде бірақ үлгере алмаймыз. Сол моментте осы аппарат жайлы естідім да өзім. Звондап фирмадан біреуін алғыздым. Сол кезде басталды да, бір аппарат 10 адамның орнына ауысады да, былай қарап отырсаңшы. Аппараттар қалай келіп жатқан кезде, например, үш аппарат кірді. Біз 30 адамды сокращение жасадық. 30 адамның жұмысын бір аппарат 10 адам жұмыс жасайды да бір күнде. Өзің былай қарап отырсаң енді өзің 10 есе қысқарттыңыздар ғой адамдар сразу қысқарттық. Енді қолмен жүрген қарағанда енді шаң-шаң болып аппаратпен сразу зырлатып полностью бірнеше үлгеріп сол кезде краскамен шығып кеттік та. И содан бастап бұл аппарат кішкене плюсы болды да, содан бастап уже мына үлкен объекттердің бәрін сол аппараттар кіргіземіз. Сіз қалай ойлайсыз, егер бізде осындай аппараттар көбейіп кетсе болашақта жұмыссыздық пайда болмай ма, адамдар жұмысы қалмай ма? Жоқ, адам деген негізі қазір пока адам өмір сүріп жатқан кезде, ол стройка өмір оқи болады ғой, пока адамдар өмір сүріп жатқан кезде. Сіз жаңа 30 адамнан 27 адам қысқартып тастадыңыздар, олар қайда кетті? Енді ол 30 адам барады да басқа жұмыс қарастырады ол. Обязательно ол 30 адам бәрі шкуркада өмір бақи жүрмейтін адамдар ғой. Ол лифкасщиктер қазір любой қарап отырсаң, лифкасты бастайды да, лифкасы бастап жатқан кезде
осы біздің аппарат көрді шкурочный сразу айтады мынандай шкурочный алу керек мен андай деп ше. Ол өйткені біледі да өзіне біріншіден жұмысын тез бітіреді, екіншіден качествосы да. Жақсы наждачкасын салсаң, бір мелкийін, ол біледі уже жақсы шкурт етіп шығасың, уақытта тастайды. Жалпы негізі осы жерде өз ойымды айта кетейін. Бізде мысалы Қазақстанда 18 миллионға адам тұрамыз ғой. Сол 18 миллион адамға біз жұмыс жоқ дейміз. Жұмысқа жарамдылары бір 4-5 миллион шығар. Жұмыс жоқ деп жүреді, қайда барсаңыз. Жұмыс берушілер керісінше адам таппай жүреді. Шын мәнісінде жұмыс жоқ па, жоқ. Жұмыс істейтін дұрыс адам жоқ па бізде? Негізі былай айтқанда енді Қазақстанда жұмыс деген толып жатыр ғой. Жұмыс деген бәр жерде бар. Ол адамның өзіне зависит. Істеймін деген адам ғой, всегда жұмыс табылады ол. Ол біздің енді өзіміздің қазекеңдер кішкене не қойғанда жалқау болады. Қазір барып сұрасам, например, любой жерге қазір, например, специалист кафельщиктер керек, гипсокартонщиктер керек. Бір жерде бар, бір жерде жоқ, олардың көбісі қазір бар. Жеңіл жақтан ақша тапқысы келе ма, білмейсің ол адамдардың каждый ішіне кіріп шықпайды. Жұмыс деген толып жатыр. Например, біздің мына зданияның өзіне қазір жоқ дегенде 20-30 адам керек қазір. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Біз мысалға осы аппараттарды алғаш алып келіп, объектілерді аралап, адамдарға көрсеткен кезде әркім әртүрлі қабылдайды. Біреулер қуанып, жақсы болды алып келгендерің деп ризашылығын білдіріп, сатып алғаннан кейін де айтып жүреді, батасын беріп. Кейбіреулер керісінше, "Жо, маған керек емес" деп қашады, мен қолмен істей берейін. Оларда бір сенімсіздік бар сияқты, жаңа технологияны мүмкін қабылдай алмайды сияқты. Бұны жаңа технология деп айтудың өзі ұят, өйткені шетелде бұлар жаңа покрашенный аппарат жарты ғасырдан бері қолданып келе жатыр. Ерте заманнан бері қолданып келе жатыр, жарты ғасырдан бері. Жаңа жұмыссыздық туралы айтатын болсақ, біз көрші республикаларға тәуелді болып қалғанбыз жұмыс күшіне. Олар болмаса құрылыс тоқтап қалады. Біз өзіміздің құрылысымызды өзіміз салуға үлгеретін едік, егер осындай аппараттар болғанда. Мысалға Жапонияда 100 миллионға тарта адам тұрады ғой. Оларда бәрі жаңа технология өтіп кеткен. Роботтар жұмыс істейді о жақта. Бірақ о жақта жұмыс күші жеткіліксіз. Кореяда, Жапонияда. Осыдан-ақ байқауға болатын сияқты. Бұл аппараттар көбейсе, керісінше жұмыссыздық азаятын сияқты. Дамыған елдерде солай ғой. Корея, Жапония, мысалға дамыған елдерде, Америка болсын, жұмыс күші жеткіліксіз оларда, керісінше. Оларда соңғы технологияны пайдаланады, роботтар жұмыс істейді. Сонда адамдар жұмысы қалған жоқ о жақта. Керісінше экономика дамиды, жұмыс көбейеді. Біз сол кезде сырттан адамдар тартсақ болады, Конечно, солай. Негізі жұмыс жоқ емес, жұмыс бәр жерде бар. Жұмыс деген, тем более біздің Алматы, Қазақстанда жұмыс бәр жерде толып тұр қазір. Жұмысын деген адамға жұмыс деген жетеді. Мысалы қазір аппаратуралы если айтатын болсақ, аппаратура бағара болса, мысалы 20 адамның орнын 30 адам орнын ауыстырып жатыр деп тұрмын, бір шкурочный аппарат 10 адам жұмысын істейді. Негізі ол істегені де, например, ол не то, что бізге что выгодно болу үшін істейді деп. Ол екіншіден ол заказчиктердің качествосын требовать етеді. Ол қолмен шкурт еткенмен и аппаратпен шкурт екен разницасы бар. Біз, например, мына стена полностью қолмен аппаратпен шкурт етіп шыққанбыз. Бұны зданияның басында қолмен шкурт етіп бастаған негізі. Осыны табастаған да. 4-5 адам бастап шкурт етті. Заказчиктер келді, фонарь түсірді, сразу отмена етті. Полоскалар шығады қолмен шкурт еткенген. Аппаратпен келіп шкурт еткен кезде сразу добро берді. Все, полностью здание, чтобы с аппараттан, чтобы зашкурили и покрасили. Сонда неге келісімге келді. Содан қазір бастап жатырмын. Жақсы, рахмет. Біз өзіміздің ойымызға келген сұрақтарды қойдық деп ойлаймын. Сіздің сұхбат бергеніңізге рахмет. Бұйырса ары қарай бізбен бірге жұмыс істейсіздер деп ойлаймын. Сізді жаңа енді әңгіме барысында байқадық. Тағы да объектілеріңіз көп екен, істеген деп отырған бұйырса. Біздің тағы да басқа инструменттерімізді алған кезде бұйырса сізге кеп, тағы да сұхбат алатын болармыз. Бұйырса көрермендеріміз тағы да сол аппараттармен таныссын, білсін. Ал осы жерде сұхбатымызды аяқтай отырып, сізге рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Бұйырса. Ал сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Oxyprop компаниясы. Егер сіздерге осы сұхбат ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, төмендегі номерге хабарласып, менеджерден анық-қанығын білсеңіздер болады.